Витаминді иммуномодулятор қызметін атқарады, яғни иммунитетті көтеру қызметін және де витаминді қабыну процесін басу қызметін атқарады. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар, мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге иммунитетті қалай көтереміз, яғни иммунитет тақырыбын қозғағым келіп отыр. Қазіргі уақытта біздің елде жүріп жатқан инфекциялардың вспышкасына байланысты және де күннің суытуына байланысты жедел респираторлы аурулардың көбеюіне байланысты иммунитетті қалай көтереміз және ағзамызға қалай көмектесеміз, сол жайлы айтқым келіп тұр. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоны бастамас бұрын менің тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыздар. Иммунитет. Біз бірінші иммунитет сөзіне келетін болсақ, ол латын тілінен аударғанда босап шығу, арылу, құтылу деген мағынаны білдіреді. Мен сіздерге бұл иммунитетті қалай көтерерден алдын жалпы иммунитет дегеніміз не, және де ол қандай құрамдардан тұрады, және де қандай қызметтері бар, сол туралы тоқталып, кейін иммунитетті қалай көтеретіні туралы айтатын боламын. Иммунитет ол яғни ағзаға кез келген бөгде зат түскеннен кейін оған қорғаныс реакциясы жүреді. Соған арнайы иммундық жүйелер, иммундық денелер бөлінеді. Яғни кез келген ағзаға қандай да бір кез келген зат түсетін болса, ол мейлі тағамдық заттармен бөгде зат түсетін болса, немесе дәрілік затпен түсетін болса, оған қарсы реакция жүреді. Яғни ағзаға бөтен деген білдіреді. Ағзаға бөтен болса, ағзадағы жоқ нәрсе болса, оны біздің иммундық жүйеміз зиян тигізетін болса, оны жойып тастап отырады. Ол жұқпалы болсын, жұқпалы емес болсын, яғни ағзаға бөтен және де зиянын тигізетін зат болса, оны ағза шығарып отырады. Бізде қоршаған ортамен байланысты болғандықтан тұрақты түрде біз қорғаныс иммунитетіміз тұрақты жұмыс жасап отырады. Иммундық жүйеміз орталық және шеткі мүшелерден тұрады. Орталыққа сүйектің қызыл кемігі және де тимус жатады. Біздің сүйектің қызыл кемігінде лимфоциттер өндіріледі, лейкоциттер өндіріледі. Соның нәтижесінде біздің ағзаға Т лимфоцит, Б лимфоцит деп жатамыз. Солардың өндіретін орны болып келеді. Ал тимус болса, Т лимфоцит сүйек кемігінде жаңадан туылған бала секілді бағаналық жасшалар деп аталады. Яғни туылған секілді ол біз кішкене бала туылып жұмыс істеуге қабілетсіз болсақ, сол секілді Т лимфоциттер сүйек кемігінде өндіріліп, ол жұмыс істеуге қабілетсіз, яғни ағзаны қорғауға қабілетті болмайды. Ал тимуске барып, ол активтеліп, үлкейіп, яғни жұмыс істеуге ағзамызды қорғауға дайын болады. Енді келесі шеткі мүшелерге келетін болсақ, ол лимфа бездері, біздің лимфа түйіндеріміз, көкбауыр, соқыр ішекте біздің иммунитетке қарсы күресу үшін орындары болып келеді. Ағзада бірнеше тосқауылдар болады. Біздің кез келген инфекция, бактерия болатын болса, біздің тері арқылы түсуі мүмкін. Яғни терімізді жарақаттайтын болсақ, ал біздің терімізде арнайы өзінің микрофлорасы, бактериясы болады. Яғни ағзаға пайдалы бактерия және де өзінің қышқылды ортасы болады. Соның нәтижесінде біздің терімен, ауамен және де инфекциямен жанасқан кезде оны тікелей жойып отырады. Келесі, ол шырышты қабаттар арқылы
шырышты қабаттар арқылы ену, яғни мұрнымыз арқылы, ауыз қуысымыз және де тыныс жолдары, ас қорыту жолдары арқылы түсуі мүмкін. Ол біздің бүкіл ішкі қабаттарымыздың бәрі шырышты қабатпен қапталған. Яғни сол орындарда муцин, лизоцин деген өзінің ферментативті заттары арқылы жойылып отырады. Мына теріміздің қабатында мынау тері зақымдалмаған, және де егер терінің кішкене бөлігі зақымдалатын болса, онда бактерия инфекциялардың түсуіне алып келеді. Келесі біздің шырышты қабатымыз, ағзадағы бүкіл шырышты қабат бізде осылай өсінділері болады. Сол арқылы біздің бактерияларымызды ішке қарай айдамай, оларды сыртқа қарай айдайды. Кез келген шырышты қабаттың өзінің кірпікшелері бағыты сыртқа қарай, яғни іш жегіні сыртқа шығару үшін арналған. Келесі біздің ішкі тосқауылдарға біздегі лимфа жүйесіне келетін болсақ, бүкіл мына лимфа тамырларында ағзаға түскен лимфа бактерия инфекциялардың бәрін лимфа түйіндеріне апарады, ал лимфа түйіндері сол біздің түскен инфекцияны жойып отыру қызметін атқарады. Бұл да өзінің иммундық қызметін атқарады. Біздегі мұрын қуысында аденоидтар болады. Ол аденоидтарда негізі ағзада қорғаныш қызметін атқарады. Яғни мұрын арқылы түскен, ауыз арқылы түскен инфекцияларды жойып отырады, жойып отыру қызметін атқарады. Ал егерде олардың мөлшері көп болатын болса, иммунитетіміз төмен болатын болса, оны біздің ағзамыз жойып отыруға күші жетпей, аденоидит пайда болады, яғни ол ісініп мұрын қуыстарын жауып қалуы мүмкін. Сол себепті оның біздің аденоидтарымыз біздің иммундық қызметін атқарады екен. Біздегі осы көк бауырында қызметі ағзадағы иммундық қызметі бар. Біздегі сүйек кемігі және де мына вилочковая железа деп тұр, яғни тимус. Бұлар кішкенде балада мөлшері үлкен болады, ал адамның жасы үлкейе келе бұлардың мөлшері кішірейеді. Яғни біздің басында баламыз туылғаннан кейін уақыт 1 жасқа дейін, 6 ай 1 жасқа дейін анасының иммундық жүйесімен өмір сүреді, ал 6 ай 1 жастан бастап өзінің иммунитеті түзіле бастайды. Сол уақыттарда, бастапқы уақыттарда біздің тимусымыз мөлшері үлкен болады, ал уақыт өте келе өзінің иммунитеті түзілгендіктен бұның мөлшері кішірейеді. Ал оның үлкен кісілерде мөлшері үлкен болғаны дұрыс емес. Оның мөлшері үлкейген кезде кішіреюі керек. Мынадан бері лимфа түйіндері, лимфа тамырлары, тосқауларға фагоциттер, табиғи киллерлер және де макрофагтар жатады. Біздің осы иммундық жүйеміз өзі туа пайда болған және де жүре пайда болған болып бөлінеді. Яғни туа пайда болғанда неспецифический дейді, яғни өзінің арнайы бір инфекцияға арналған антиденесі жоқ. Ал жүре пайда болған приобретенный деген ол жүре пайда болып ағзаға түскен инфекцияға арнайы антидене түзіледі. Сол антидене түзілгеннен кейін ол ағзаға қайтадан енсе, оны сразу жойып отырады. Оны сол себепті специфический немесе арнайы деп атаймыз иммунитетті. Енді кез келген ағзаға инфекция түскеннен кейін оған өзінің қандай инфекция түссе де арнайы емес, не специфический иммунитетпен күреседі. Яғни оған бағана айта кеткендей, мына базофилдер
инфекция түскен жерге базофилдер келеді, яғни антигенге базофилдер келеді, цитокиндердің бөлінуіне көмектеседі. Соның нәтижесінде бізге макрофагтарды шақырады. Макрофаг, моноциттер макрофагқа айналады. Соның нәтижесінде бізде осы антигенді инфекцияны өзіні жаулап, оны жойып отырады. Және оның кішкене бөлігін жоймайды. Кішкене бөлігіне біздің мұны антитела деген, яғни антидене түзіледі. Ағзаның, біздің иммунитеттің осы түскен инфекцияны жаттап алу қабілеті болады. Соның нәтижесінде осы біздегі барлық қандай ағзаға инфекция түссе де осылай осы клеткалармен күреседі. Ал қайтадан повтор түсетін болса, онда антиденелер түзілген антиденемен күреседі. Яғни бұл бізде уже жүре пайда болған. Біз бір аурумен ауырамыз, содан кейін оған иммунитет түзіледі. Яғни иммунитет деп тұрғанымыз ол антидене. Сол антидене түзілгеннен кейін оған келесі түскенде бірден жойып отырады. Ол аурумен сол себепті қайтадан ауырмайтынымыз содан. Яғни бұны жүре пайда болған. Бір ауырып болған екен, оған иммунитет түзілсе, оны жүре пайда болған деп атаймыз. Тағы да сіздерге түсінікті болсын деп, осындай суреттермен көрсеттім. Нейтрофилдер, макрофагтар арқылы біздің ағзамыз күреседі. Осы біздің иммундық жүйеміздің бүкілі өзінің барьерлерімен қоршалған. Мына терімізге келетін скин деген тері, яғни осы теріге инфекция келсе, ол терінің бетіндегі бактериялармен және қышқылдық ортасымен жойылып отырады. Ал өкпенің өзінің ішкі бөлігінде альвеолаларда, яғни біздің өкпеміз альвеолалардан тұрады, ал альвеоланың ішін сурфактант майлап отырады. Яғни біздің ағзаға инфекция түспеудің барынша атсалысады. Және мынау мидың өзінің қорғаныш қабықшасы болып келеді, яғни миға инфекцияны ендірмеу үшін. Және көзге де қандай да инфекция түспеу үшін оны көзді суландырып отырады. Синустарында да біздің өзінің шырышты қабаттары болады, және оларда лизоцимдермен жойылып отырады. Ішектінде өзінің шырышты қабаттары болады, ол жерде арнайы ағзаға пайдалы бактериялар болады. Осы пайдалы бактериялармен біздің ағзамыздың иммунитеті көтеріліп отырады. Және асқазанның өзінің тұз қышқылы бар, сол тұз қышқылы арқылы қышқылдығымен біздің инфекцияларды жойылып отырады. Және бауырдың да өзінің қышқылы болады, сол арқылы ағзаға енген инфекцияларды жойып отырады. Иммунитетті нелер төмендетеді? Ол стресс болып келеді. Яғни ағза қандай да бір стресстік жағдайды басынан өткізетін болса, онда кортизол көбейеді. Ал кортизол өз кезегінде ағзадағы көп мөлшерде өндірілсе зиян болып келеді. Ал келесі витаминдердің жетіспеушілігі, оны мен келесі слайдта айтатын боламын. Яғни Д, С витаминдердің жетіспеушілігі, А витаминінің жетіспеушілігі иммунитетті түсіреді. Және ұйқының қанбауы, ол ұйқының қанбауы ағзада Т лимфоциттердің санын азайтып, ол ағзадағы түскен инфекциямен күресе алмайды. Және майлы тағамдар, жалпы тағамдардың өзі тағамдарды дұрыс қабылдау керек, және жеткілікті мөлшерде қабылдаған дұрыс. Келесі спиртті сусындарда бізде ағзаға иммунитетті түсіреді. Қозғалыстың аздығы немесе физикалық жүктеме, яғни біз аз қимылдасақ та біздің иммунитетіміз төмен болады, және физнагрузканың өзі
көп болса, онда иммунитет төмендейді. Сол себепті қимылдың аз болмауы керек, және де ағзаға физикалық күштеме көп болмау керек. Суық тию, яғни өздеріңіз білесіздер, ол да иммунитетті төмендетеді. Шартты патогенді бактериялар болады, яғни олар ағзаға енеді, бірақ ол активті болмайды. Ал өзінің арнайы иммунитет түскенде, немесе қандай да бір инфекциямен ауырғанда, немесе суық тигенде активтеледі де, сол кезде сол бактериялар инфекция күшейіп, содан иммунитет түскеннен кейін бізде ауру шақырады. Яғни ол ағзаға түседі, түскеннен кейін сразу ауру шақырмайды. Иммунитетіміз төмендеп, салқындап ауырған кезде, ол кезде содан кейін ауру шақыру мүмкін. Жиі антибиотик қабылдайтын болсаңыз, ол да иммунитетті төмендетеді. Ал келесі, тәттіге құмарлық. Кез келген біздегі вирусты, бактериялық инфекция тәтті көп қабылдағанда күшейеді. Яғни бізде тәттіні аз мөлшерде қабылдау керекпіз. Иммунитетті көтеруге келетін болса, күнге көп қыздыруыны керекпіз. Яғни күн сәулесін көп қабылдасақ, күн сәулесі теріге жанасатын болса, онда Д витамині түзіледі. Ал Д витамині бізде әрі витамин, әрі иммуномодулятор болып келеді, және де ол ағзадағы қабынуға қарсы әсері де бар. Күнге қыздырыну да уақыт күнге қыздыруға да болмайды, және де оның өзінің белгілі бір мөлшерінде ғана қыздырыну керек. Келесі, суды көп мөлшерде қабылдау керек. Иммунитетті көтеру жолдары, яғни витамин С қабылдау керек. Егер де сізде витамин С аз болатын болса, онда ағзамыз қабыну процесі жүріп жатқанда, яғни инфекцияны жою үшін ол жерде орта қышқылданады. Яғни қышқылдану кезінде фагоциттер жақсы күреседі инфекциямен. Ал витамин С осы қышқылдықты арттырады, яғни сол нәтижесінде фагоциттердің инфекцияны жою үшін керек болып келеді. Яғни витамин С-ны егерде мөлшері аз болса, витамин С қабылдаған дұрыс. Ал егерде витамин С-ның нормада болатын болса, онда витамин С көп мөлшерде болатын болса, иммунитет көтереді деген ондай нәрсе жоқ. Егерде витамин С-ңыз аз болса, онда витамин С қабылдап, ағзаның иммунитетті көтеру қызметін атқарады. Ал витамин Д-ға келетін болсақ, ол витамин Д жаңа айта кеткендей күн сәулесінің әсерінен түзіледі, және де ол ағзада иммуномодулятор қызметін атқарады, яғни иммунитетті көтеру қызметін, және де витамин Д қабыну процесін басу қызметін атқарады. Яғни ағзада инфекция түсіп, сол инфекцияның қабыну процесін басады. Ал витамин А-ға келетін болсақ, ол витамин А шышты қабаттардың қайтадан қалпына келтіру қызметін атқарады. Яғни соның нәтижесінде біздегі кез келген нәрсе инфекция түскеннен кейін ол шышты қабаты арқылы түседі. Яғни мұрынның шышты қабаты болсын, ауыз қуысының шышты қабаты, тыныс жолдарының, асқазан, ішек жолдарының бәрінің шышты қабаттары болады. Сол шышты қабаттарының қайтадан қалпына келтіру қызметін жақсартады. Ал яғни біздің ағзаға инфекция түсті деген сөз, яғни шышты қабаттың бүтіндігі бұзылды деген сөз. Келесі цинкқа келетін болсақ, ол Т-хелперлерді жұмысын күшейтеді. Яғни мен сіздерге бағана айттым, жасушалық иммунитет, яғни ол ағзадағы кез келген инфекция түскеннен кейін оған қарсы күресетін Т-хелпер және Т-киллерлер болып келеді. Олар инфекцияны жою қызметін атқарады. Ал Т-цит болатын болса, Т-хелперлердің жұмысын жақсартады. Сарымсаққа келетін болсақ, сарымсақ әрі вирусқа қарсы, бактерияға қарсы, саңырауқұлаққа қарсы әсері болады. Коллоидты күміс деп аталады.
ол да иммунитетті көтереді. Біз оны мұрынға шашатын, мұрын қуысын жуатын спрейлердің құрамында болады. Және зәйтүн жапырағы да вирусқа қарсы жақсы әсер етеді. Мен видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза отырыңыз. Мен сіздердің лайктарыңыз, комментарияларыңыз мені шабыттандырады, және де басқа да жақсы видеоларды түсіруге тырысуыма күш береді. Сол себепті лайк пен комментарияларыңызды аямаңыздар. Қандай тақырыпты тыңдағыларыңыз келеді, оны да бөлісе кетіңіздер. Мен соған байланысты видео түсіретін боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.